Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Диана және сіздер Диана Тока арнасындасыздар. Мен анам қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде новый сериал. Достар, сіздерден бір сұрайтыным, актив түсіп кетті. Және сол активті тез көтеріп жіберейік, достар. Енді сабақ басталғалы бері көп серия түсіре алмай жүрмін, но мен осы тырысып жатырмын өте көп түсіруге жиі өте. Қазір бізде бұл серияның аты қалаға деген өкпе деген серия. Бұл біртүрлі естілетін шығар, бірақ солай мен өзім серияны атадым. Ал енді біз көп ұзамай бастайық. Бұл жақтағы персонаждар ең маңызды деген үш персонаж бар, және біз бастаймыз. Так, пойызға билеттерді алдық. Енді бізге тек соларды келуі күту қалды. Балам, сенің қарның ашқан жоқ па? Шай, кофе ішіп ал. Мен сөйледім. Ой, молодец. Біздікі келді. Біздің пойызмен келді, біздің рейс. Келді ме? Әкел, баланы ұстайын. Мен билеттерім қайда? Билеттерім қайда? Билетті біз қай жерге қойдық? Қай жерге қойып едік? Анашым, оны сіздің чемоданға емес, сөмкеге салып едік. Балам, ұсташы. Сен емімізі көмектесші. Жарайды, анашым. Болды, енді жүр кеттік. Анашым, кеттік. Міне билет. Өте беріңіздер, барлығы дұрыс. Жақсысы, онда қазір кешігіп қалмай тұрғанда тез барайық. Міне келдік. Енді түсейік. Жүріңдер, кешігіп қалмай тұрғанда. Бірінші жолға келіп қойыпты уже. Онда міне келіпті. Онда кіріп алайық тез. Жүріңдер онда. Кеттік кірейік онда. Болды. Қай жер, біз жататын жерге алдық па, әлде отыратын жерге алдық па? Біз отыратын жерге алдық қой. Жарайды, отыратын жерге ма? Жататын жерге алғанда қой, Енді білмедік қой, анашым. Жататын жер, тем более уже алынып қойған. Мына жер қоя салайық. Так, мына жер қоя салайық. Енді отырайық. Так, саламатсыздар ма? Атам әлі жиналмапты, билеттеріңізді әкеліңіздер, өткізіңіздер. Мына. Балам бере қой. Бар ғой, сіздер. Так. Анна. Мен Анна. Барсыз екенсіздер. Жандос. Міне, балам, міне. Әсел ханым. Мен. Онда барлық түгел екен. Қазір адамдар келеді, содан кейін жүреміз, тойыз. Так, бәрі жиналды, енді жүретін шығармыз, Міне жүріп бастадық. Қаламдан бір жағынан кеткім келмейді. Қош болды. Не қалды уже бұл қаладан? Еш нәрсе қалғанда жоқ. Так, мен енді блокнот жазайыншы. Барып отырайын. Мен онда отыра беремін. Сен отырасың ба? Мен жерге отырайын, мен әңгімелесейін. Жарайды. Сәлем, күнделік. Бүгін мен бір жағынан өте өкінішті, бір жағынан қуанышты күн. Себебі бүгін біз жаңа қалаға көшіп бара жатырмыз. Яғни Астана қаласынан Алматы қаласына. Көшу себебіміз біздің Астана қаламыздағы ең жақын адам әкеміз дүниеден озды. Және сол себепті біз Астананы жеп көріп кеттік. Яғни ол әкеме қатты
жоқ деп ойласаңыздар, бар. Себебі сол Астана туралы бір жағдайға араласам деп қайтыс болды. Содан кейін біз ол қалада бір апта бойы жан таба алмадық. Және біз көшеміз деп шешім қабылдадық. Яғни бұл шешімді негізі анам бастап қабылдаған болатын. Сондықтан біз міне көшіп бара жатырмыз. Бірақ бізде қандай болатын әлде не күтіп тұрғанын да білмейміз. Бірақ өзімізге біз сәттілік тілейміз. Ол жетіп қалдық. Тұрайық болды. Жарайды анашым. Болды, дайындалыңдар. Заттарын сал анаққа. Аха. Так. Бәрін стандар. Кәне. Жана, кел. Так, мен сөмкені салайын. Болды онда. Болдық па? Ой, қайда саласың? Так. Келдік біз, түсе беріңіздер. Аха, жарайды, жүріңіз түсейік. Анашым, тез етекші. Қазір топырлап кетеді адамдар. Жарайды, қызым. Асықпасаңшы, мәдениетті болсайшы. Болды онда. Жүр кетейік онда. Алматыға да жеттік.